Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ашура күні, хижри жаңа жыл басталуы. Соңғы пайғамбар Мұхаммед оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, және оның сахабаларының 1445 жыл бұрын Меккеден Мәдинаға қоныс аударуы ислам әлеміндегі мұсылман күнтізбесінің басы болып саналады. Мұхаррам айы бұл қасиетті Құранда айтылған қасиетті 4 айдың бірі. Қасиетті Құранда Алланың көктер мен жерді жаратқан күні жазған үкімі бойынша айлардың саны 12. Олардың 4-еуі харам айлар. Міне ең дұрыс әрі мінсіз жүйе осы. Ендеше бұл айларда өз-өздеріне қиянат жасамаңдар. Делінген Тәубе сүресі 36 аят. Сенімді хадистерге сүйенсек, бұл 4 айға Зүл-Қада, Зүл-Хиджа, Мұхаррам және Ражаб айлары жатады. Қасиетті Құранның барлық тәпсіршілері бұл мәселе жөнінде бір ауыздан келіскен. Өйткені қасиетті пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, соңғы рет жасаған қажылығы кезінде оқыған құтпасында былай деген: бір жыл 12 айдан тұрады. Олардың 4-еуі қасиетті болып табылады. Олардың 3-еуі Зүл-Қада, Зүл-Хиджа және Мұхаррам. Бірінен кейін бірі келеді. Ал 4-шісі Ражаб және Шағбан айларының арасында делінген. Осы 4 айдың ерекше атап өтілгені басқа айлар қасиетті емес дегенді білдірмейді. Себебі жылдың ең қасиетті айы Рамазан айы. Бірақ бұл 4 айдың қасиетті, яғни тыйым салынған ай деп ерекше айтылған себебі олардың қасиеттілігін тіпті Меккенің пұтқа табынушылары да мойындаған. Енді Ашура сөзінің мағынасына келер болсақ, Мұхаррам айының 10-шы күніне келгендіктен Ашура, яғни 10-шы күн атау берілген. Бұл күнді надандық дәуірінде де қасиет тұтқан. Ислам діні келмей тұрып, арабтар осы күні ораза ұстайтын болған. Айша анамыз, оған Алла разы болсын, бір сөзінде Рамазан парыз болмай тұрып, олар Ашура күні ораза ұстайтын, әрі сол күні Қабаның жабуын ауыстыратын. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, Мәдина қаласына хижрет еткеннен кейін қала тұрғындары Яхуди дінін ұстанатындардың да Ашура күні ораза ұстайтындарын көрген. Мұның себебін сұрағанда, бұл күні Мұса пайғамбар және Исраил қауымы Перғауынның құлдығынан құтылып, Аллаға шүкір етіп, Мұса пайғамбар ораза ұстаған деп жауап береді. Сонда Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, біз Мұса пайғамбарға сендерден де жақынырақпыз деп, сол күні ораза ұстауды мұсылмандарға кеңес береді. Әбу Мұса Ашғари былай дейді: Ашураны Яхуди қасиет тұтып, бұл күнді мейрам санайтын. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен игілігі болса бізге сендер ауыздарыңды бекітіңдер деді. Ашура күні ниет етіп ораза ұстап, жіберген қателіктеріміз үшін Алладан кешірім тілейтін ерекше күн. Әзіретті Әли, оған Алла разы болсын, жеткен бір хадисте бір кісі пайғамбарымыздан оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, уа Алланың елшісі, Рамазан айынан кейін қай айда ораза ұстауыма кеңес етесіз деп сұрағанда, ол оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Мұхаррам айында ораза ұста. Шынында бұл ай Алланың айы. Бұл айда бір күн бар. Сол күні Алла тағала кей қауымның тәубесін қабыл еткен, қалғандарының да тәубесін қабыл етеді. Ол күні ниеттеніп ораза ұстаған жанның күнәлары кешіріледі дейді. Пайғамбарымыздан оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Ашура күнгі ораза жайында сұрағанда, ол оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өткен жылдағы жасаған кіші күнәлары кешіріледі деген. Осы күні қанша күн ораза ұстау керектігіне келер болсақ, пайғамбарымыздан жеткен хадисте Ашура күні ораза ұстаңдар. Яхудилерге ұқсамау үшін алдында бір күн және кейін тағы бір күн тұтыңдар деген. Басқа бір риуаятта Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, егер келесі Ашура күніне дейін аман болсам, Ашура күнінен өзге оның алдында бір күн, яғни Мұхаррамның 9-шы күні де ораза ұстаймын деп, Ашура күніне бір күн ораза ұстаудың ұнамды іс екенін айтып кеткен. Сонымен қатар, ол күні отбасына сыйлық жасап, тәттілер әпергенде құп амал. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын,
Кім Ашура күні әйел бала шағасына кеңшілік жасаса, Алла оған жыл бойы кеңшілік жасайды деген. Осыған орай Ханафи мазхабында Ашура оразасын ұстау сүннет. Оған алдыңғы 9-шы не кейінгі 11-ші күнді қосып тұту мұстахаб деп пәтуа берілген. Алла тағала Мұхаррам айында Ашура күніндегі ұстаған оразаларымызды, жасаған құлшылық дұғаларымызды қабыл еткей. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.